Қолдан жаңбыр жауғызды. Мұндайды естуіңіз бар ма? Апта басында Түркістан облысында 3 ай жазда жаумаған жауын жауды. Табиғаттың тылсым мінезі деп ойлайсыз. Алайда бұл адам қолымен жасалған технология арқылы шақырылған жауын. Нақтырақ айтар болсақ, халықаралық климат өзгерту технологиялары мекемесінің мамандары Шымкент индустриялық аймағында жасанды жаңбыр жауғызу құрылғыларын орнатқан. Бұл тұрғындардың денсаулығына зиянын тигізбей ме? Тілшіміз анықтап көрді. Шымкенттің 60 градустығында 3 ай бойы жаңбыр көрмеген, әбден құрғап қалған Шымкент тұрғындары жаңбырды тамашалауда. Тамыз айының басында жауған жауын Түркістан облысының тұрғындары мен шымкенттіктерді осылай таң қалдырды. Сөйтсек, бұл жақында ғана іске қосылған арнайы құрылғының көмегімен жүзеге асқан таңғажайып құбылыс екен. Жоба авторының айтуынша, ерекше технология климатқа әсер етіп, содан жаңбыр жауады. Ал табиғат пен адамға кері әсері жоқ көрінеді. Шөлдегі 50 градустық ыстықта жауын жауғызу қиялы арман емес, адам қолымен жасалатын дүние екенін Біріккен Араб Әмірліктері дәлелдеп берген. Осыған ұқсас технологияларды Үндістан, Қытай және Швейцария елдері қолдануда. Бізде комплекс өзі бірнеше ұшатын құрылғылардан да тұрады, жерден стационар воздействие жасаудан да тұрады. Орталық Азияның проблемасы бағана айтып кеткендей, ылғал келмейді бұл жерге. Ионизаторлар, стационарный жерде тұратын ионизаторлар давление түсіру арқылы сол жерге ылғал алып келеді. Ары қарай біз өзіміздің ұшатын құралдарымызбен засев жасаймыз. Бұл жол засев жасаған жоқ, біз сол үшін біркелкі жауған жоқ. Керек жағдайда біз біркелкі жаудыра аламыз. Керек жерлерге нақты түсіре аламыз. Компания Шымкент қаласындағы құрылғыны өз қаржысына қойған. Оның жұмыс істеу тәсілі былай. Арнайы жасақталған дрондар атмосфераға көтеріліп, ылғал тартады. Нәтижесінде бұлт пайда болып, жауын жауады. Біз неге қазір августта істедік? Август өткен ең қуаңшылық кез. Егер августта жасасаң, значит, көктемде бұны керемет қылып жасауға болады деген сөз. Сол үшін демонстрациялық мақсатта бұны жүргіздік. Бұл үлкен мегаваттармен жұмыс жасайтын технология. Бұл үлкен неде әсер етеді климатқа. Біздің технология өте мынау тегіс су бар ма? Тегіс суды көз алдыңызға елестетіңіз, соған тас лақтырсаңыз қалай болады? Мындай волналар кетеді ғой. Сол сияқты кішкентай әсер етеміз біз. Жоба жетекшісінің айтуынша, бұл технология Түркістан өңірі ғана емес, тұтас еліміздегі жаһандық жылыну салдарынан туындайтын құрғақшылықты еңсеруге мүмкіндік береді дегенмен. Қазіргі таңда жоба үлкен көлемде елімізде қолдау тауып отырған жоқ. Жоба жетекшілерін қынжылатын тұсы да болса, бітпейтін бюрократия қол байлау болып отыр дейді олар. Нұркен Қалижанұлы, Ақтария Мұхаддас, Түркістан 24.